Мен сіздерге бұл сабақта международный связка көрсететін болам. Міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар. Яғни бұл связкада енді пайда бар, дұрыс жұмыс жасаған адамға. Яғни қараңыздар, международный связка жасау үшін міндетті түрде біз кезет деген үстін басып, одан кейін біз евроны таңдаймыз. Яғни евромен емес тек қана басқа да, яғни Россиямен жасайтын болсаңыз рубль деген сияқты әртүрлі елдермен жасай берсеңіз болады. Бірақ мен сіздерге қазір көрсететін связка ол Европамен жасалынатын связка. Енді Европамен жасау үшін біз способ оплатаға кіреміз. Осы жерде біз Приват банк деп жазып аламыз. Приват деп жазамыз. Приват банк универсал дегенді. Приват деп жазып қоймын. Приват банк универсал. Осыны таңдаймыз. И және де продать жағына өтеміз. Яғни продать жағынан біз не істейміз? Купить етіп сатып аламыз. Яғни мейкер болып сатып аламыз. Әрине бұл жақта міндетті түрде топта тұрып сатып алу керек. Яғни топта тұрып сатып алсақ та бізге пайда бар. Мына жерде қарасақ бізде 909-дан беріп тұр. Яғни 909 евроға. Қазір былай көрсетейін сіздерге. За крипто, например, біз 2000 USDT сатып алатын болсақ, ол кезде біз 1818 евро Европаға жіберіп беруіміз керек, зарубеж перевод арқылы. Зарубеж перевод деген не, оғымен қалай жіберу керек, оны да мен сіздерге қазір көрсететін болам. 1818 евроны жіберуіміз керек. Яғни осы 1818 евроны біз есептейміз. Мысалға Халықбанкке кірейік. Бізде основной осы зарубеж переводты қолданатын бізде бірнеше банктер бар. Халықбанк, БЦК банк және де Жусан банк. Яғни осы үш банкты қолданамыз. Қараңыздар, бізде евроның курсы тұр 484-те 43, ол евроның сату бағасы, 489-да 28, ол евроны сатып алу, яғни бізге сатып алу бағасы. Яғни осы бағамен есептейміз. Бізде калькулятор қосу керек болады енді. 489-да қанша? 28. Көбейтеміз. Бізде 1818 евро. 1818 евроны тең 889 мың теңге ақша болады екен. 889 мың теңгеге біз бұны сатып аламыз. Яғни тейкер болып сатып аламыз. Осы ақшаға сатып аламыз. Яғни біз мына жердегі тұрған банктерге жіберсек болады. Мына жердегі тұрған банктерді осылайынан скрин жасап алсаңыздар болады. Неге? Өйткені қарап осы банктер тіркестер. Приват банк, Монобанк, Виктория, Револют, МК банк дейді. Жалпы осы банктердің барлығын былайша айтқанда қоюларыңыз керек. Осы 5 банкпен, яғни осы 5 банкты қолданатын европеистер, яғни өздерінің USDT-ларын осы банк арқылы сатады. Яғни осы банкке ақшаны аударып бер деп айтады. Сөйтіп өздерінің USDT-ларын сатады. Біз ол банкке Халықбанк немесе БЦК банк немесе Жусан банк арқылы ақшаларын аударып бере алады екенбіз. Енді қараңыз, біз 2000 USDT-ді ол жақтан сатып алғаннан кейін бізде евромен связка жасайтын болсақ, еврода бізде комиссия алмайды. Яғни 2 доллар, 2 евро деген сияқты бізде комиссия алмайды евромен жасаған кезде. Енді біз объявление беріп сатып жібереміз. Яғни біз мына жерде кәсіби, то есть Халықбанктен алдық, Халықбанкпен істеп жатыр, Халықбанкке сатамыз деген сияқты. Халықбанкпен купить деп, яғни мейкер болып объявление беріп сатып жібереміз. Сол кезде 1998 USDT болады. Сол кезде 897 мың теңге ақша болады. Яғни бұл деген сөз, біз үстінен 8 мың теңге пайда көріп тұрып деген сөз. Бұл жалпы бір кругтан қалатын пайда. Яғни бұны біз 2000 доллар, 3000 доллар, 5000 доллар спокойно күніне сатуға болады. Негізі бұл кәдімгідей жұмыс істеп тұрған рабочий связка деп айтсақ болады. Яғни бұны біз продать жаққа өтеміз. Және де біз жаңағыдай евроны таңдап аламыз. Евро. Так, евро деп басамыз. Және де біз продать жақтан Приват банкты қайтадан белгілеп шығарамыз. Приват банк подтвердить. Так, шығарған кезде бізде осы жерде
біз қазір мейкер болып сатып алғаннан кейін міндетті түрде 24 сағат блокқа кіреміз. Осы уақытқа дейін сіздердің де қандарыңыз ішкен шығар, қаншама сабақ өттіңіздер, осындай блокқа кіріп кете бересіздер. Сол үшін де негізі адамдарға былайша айтқанда мерчант керек. Мерчанттың көмегі осы жерлерде жақсы тиеді. Яғни мерчант алып алсаңыздар, осы связканы сіздер былайша айтқанда айналдырып отыра беруге болады. Яғни қазір сатып алдыңыздар мейкер болып, оны обратно қайтадан сата бересіздер. Сіздерде ешқандай да кедергі болмайды. Даже классикалық связканы істесеңіз де, басқа да связкаларды істесеңіз де, сіздерде ешқандай кедергі болмайды. Осы яғни мейкер болып сатып алған кезде не үшін бізді не істейді? Жаңағыдай блокқа қояды, өйткені біз әлі Binance-тың сеніміне кірмедік деген сөз. Яғни біз қазір мейкер болып объявление беріп саттық, біз мүмкін мошенник болуымыз мүмкін. Мейкер болсақ, біз қарапайым бір клиенттерді, Binance-пен істеп жатқан клиенттерді алдап кетсек, ол Binance-тың репутациясын құртады деген сөз, яғни абыройын құртады деген сөз. Сондықтан да ондай жағдайға жеткізбес үшін жай ғана адамдарды, былайша айтқанда, олай мейкер болып жұмыс істесе де, жай ғана адамдарға Binance сенбейді. Сондықтан да Binance өзі мерчант аккаунт деген шығарып қойған. Яғни бұл аккаунтты алу үшін сіздер міндетті түрде жаңағыдай өздеріңіздің удостоверениеңізбен, как положено, өздеріңіздің адрестеріңізді, өздеріңіз жаңағыдай заң бойынша өздеріңіздің айтатын сөздеріңіз бар. Яғни біреу алданып қалса, біреуді алдап кетсем, өз мойныммен жауап беремін деген сияқты, мен криптовалютамен айналысамын деген сияқты ескертіп, сондай айтқан, түскен видеоларыңыз болады. Егер сіз мерчант болып тұрып алаяқтық жасайтын болсаңыз, олар сізді сразу тауып алатындай жағдай жасап қойған. Сондықтан да ол мерчант деген арнайы аккаунт қылып жасап қойған. Яғни ол үшін даже сізден $3000 депозит алып қояды. Яғни $3000 өздері страховка ретінде сақтап қояды. Сондықтан да бұл жерде Binance, яғни галочкасы бар мерчант аккаунттарға сенгеннен кейін, бұл жерде мерчант аккаунттарға бесконечно айналдырып жұмыс жасай беруге рұқсат етіп қойған. Жалпы мен сіздерге мерчант туралы айтып кеттім. Жалпы негізі мерчанттың керегі зор деп айтқым келеді. Яғни мен не үшін Инстаграмда қайта-қайта айтып жүрем, мерчант не үшін бізге керек деп, жалпы сол үшін де, яғни тоқтамай айналдыру үшін де бізге мерчант керек болады. Енді қараңыздар, және де бізге енді осы объявление береміз, және де біз бұған зарубеж перевод жіберуіміз керек. Зарубеж переводты қалай жібереміз? Біз мына жақта Халық банкте перевод деген бар, осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін міндетті түрде астында на зарубеж карта деген бар. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде осы жерде ақшаны таңдайсыздар, қай шотта тұр, сол шотта таңдайсыздар, және де карта номерін қоясыздар. Карта номерін қойғаннан кейін сіздерге міндетті түрде астында аты жөнін жаз деп шығып тұрады. Сол аты жөнін жазатын кезде мына европеистер емес, біреулер орыстар болып қалады да, орысша аты жөнін жазылып тұрады. Сол орысша аты жөнін сіздер переводчыққа кіріп латыншаға ауыстырып алсаңыздар болады. Ол бірінші вариант. Екінші вариант, сол жердегі жаңа чатқа кіріп сөйлесіп жатсыздар ғой, сол чатқа кіріп маған ағылшынша атты жазып жібер, атыңызды ағылшынша жазып жіберіңіз деп сұрасаңыз болады. Яғни өз атын ағылшынша жазып жібереді. Яғни сол кезде аты жөнін сұраған кезде аты жөнін ағылшынша жазасыздар. И және де мына доллардың үстін басасыздар. Үстін бассаңыздар осындай USDT, евро деген сияқты шығады. Евроға қоясыздар. Евроға қойған кезде, например, 2000 евро жібергіңіз келді ма? И 2000 евро деп осылай басасыздар. Сол кезде 2 евро сіздерден комиссия алады. Бұл Халық банктың комиссиясы жалпы. Вот. Осыдан кейін енді қараңыздар. Енді біз тура осылай қалай объявление шығарамыз, иә? Вот сол нәрсе. Енді объявление шығару үшін кәдімгідей объявление кіресіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Тура бұрынғыдай мен мына жерде беріп та қойғам, мен өзім де арасында айналысып тұрамын. Негізінде мына жерде қараңыздар. 909-дан енді 910-нан да қоя берсеңіздер болады, разница жоқ. Бізде объявление купить деп тұра береді, USDT сатып аламыз, но бізде 5, яғни евромен. Біз USDT-ді теңгемен емес, осы жерден бастап евромен сатып алатын боламыз. Яғни 0,910 деп менде тұр, дали деп басамыз. Және де осы жерде мысалға қанша USDT сатып алғымыз келеді? 2000 USDT сатып алғымыз келеді, 1820 евро деген сияқты. Осы жерде қойылады. Приват банк, Виктория банк, осы 5 банкты қойсаңыздар болады. Және де срок оплата желательно сіздер 30 минутқа қойып қойыңыздар. Неге? Өйткені бұл жерде енді шетелге перевод жіберіп жатқандай кішкене задержка болып қалуы мүмкін, жаңағыдай әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сондықтан да
осылай қойғандарыңыз дұрыс. Яғни бұл жақта расчетный комиссия 0 теңге, яғни ешқандай комиссия алмайды. Далее деп кнопканы басасыздар, открыть лицо не принимают, там тұра берсе болады, аппликовать дейсіздер, и болды. Осымен сіздердің объявлениелеріңіз былайша айтқанда шығады. Вот. Осылай банктермен. И және де мына жерде бір нәрсені ескеру керек, быстрозаменительно кіріп өзгерте салайын, мен бір нәрсені айтпай кетіп қалыппын. Лимит, қараңыздар, лимит мен сіздерге айтайын. Лимит бұл жерде $500 бастап қоюларыңыз керек. $500 там $2000 дейін. $2000 дейін, бірақ мына жерде $5000 болып кетті. Вот. Не үшін $500? Өйткені сіз халық банкпен жүріп жатқан кезде каждый транзакция үшін $2 алады. Сондықтан да сіз егер $100 қайта-қайта $2 ақша жоғалта беретін болсаңыз, сіз в принципе дұрыс пайда көрмей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да осы $500 $200 дейін жіберуіңіз керек. Сохранить деп басасыз, и және де осылай объявление беріп күтесіз. Дәл осы связкамен адамдар күніне 10-15 мың теңге ақшасын тауып жүр. Негізі дұрыс істесеңіздер, дұрыс қарап, зерттеп, аналитикасын жасап, осы жерде быстрозаменительге кіріп, бағаларын ауыстырып, қалай болып жатыр, евро қалай түсіп жатыр, көтеріліп жатыр, бағаларды барлығын жан-жақты қарап, есептеп істейтін болсаңыздар, осымен де әйтеуір кішігірім ақша табуға болады. Енді бәріңіз бірдей 10-15 мың теңге таппауларыңыз мүмкін. Күнделікті тұрақты түрде айта алмаймын. Кейде болатын связка, кейде болмайтын связка. Неге? Өйткені жаңағыдай баға кейде көтеріліп кетеді, в принципе пайда қалмайды, кейде пайда қалады, кейде 20 мың теңгеге дейін пайда көруге болады осы $2000-мен. Кейде мүлдем былайша айтқанда пайда көре алмайсыздар. 5 мың теңге, 4 мың теңге деген сияқты сондай болып қалып жатады. Әр кезде әрқалай. Жалпы бұны қолданып көре беруге болады. Жалпы үнемі қолданыста қарап, есептеп, осы связканы пайдаланғандарыңыз дұрыс. Егер басқа да связкалар сол международкамен істеп көргілеріңіз келсе, есептеп көргілеріңіз келсе, осы жердегі банктер арқылы, банктер қай банктен арзан алып сатсам болады деген сияқты. Доллармен, мысалға қазір бізде евро тұр, доллармен көрсеңіздер болады, например, доллармен көрсеңіздер болады. Енді рубльмен көрмей қойсаңыздар болады. Рубльмен қазір ешқандай да пайда жоқ. Сондықтан да енді өздеріңіз қарайсыздар, өздеріңіз как аналитикалық тұрғыда просто пайда болмаса да просто қарап көре берсеңіздер болады. Барлығын бірдей. Вот жалпы осылай. Осымен біздің международный связкамыз, сіздерге беріп жатқан связкамыз аяқталды. Келесі видео сабақтарда мен сіздерге подробнее қалай екенін түсіндіріп өтемін.